Жақсы әке тоқтап сөйлейді, баласының жүрегіне жетсін деп. Жаман әке боқтап сөйлейді, ашуын баса алмай жүрегіне жара салады. Ұрсып тәрбиелеген бала қорқып өмір сүреді, сүйіп тәрбиелеген бала өзіне сеніп өмір сүреді. Әке ашуын емес, ақылын көрсеткен кезде ғана бала үлкен жетістіктерге жетеді. Бір тақуа әке баласына бір ғана өсиет айтыпты: балам, әрбір амалдың артында ниет болады, ниетің дұрыс болса, барлығы дұрыс болады деп бір өсиет айтқан кезде, бала әрбір амалды Алланың разылығы үшін ниетім дұрыс болсын деп ниетін дұрыстап үйренгеннен кейін, ол бала үлкен ғалым болып, мыңдаған шәкірттер тәрбиелеген екен. Бұл оқиғадан алатын ғибрат: бір әкенің өсиеті баланың берекелі өміріне себеп болуы мүмкін. Бір әкенің жаман сөзі баланың өмірін құртуы мүмкін. Сол себептен ашумен емес, ақылмен тәрбиелейік әкелер.